Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз кино әлемінің қызықты саяхатына аттанып, кинодағы ерекше бейнелердің қалай жасалатынын білетін боламыз. Грим – бұл арнайы косметика. Бояу және де басқа да материалдарды қолдану арқылы актердің сыртқы келбетін өзгерту өнері. Грим адамды құбыжыққа айналдыруға, арық адамды семіз қылуға, жас актерді кәріге айналдыруға, бет әлпет пен дене бітімді адам танымастай өзгертуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы процесте қолданылатын бояулардың өзін де грим деп атайды. Актерлердің келбетін кәсіби түрде өзгертетін адамды гример деп атайды. Бұл мамандықтың дүниеге келуіндегі маңызды тұлға актер Лон Чейни. Театрда ол әрқашан әртүрлі кейіпкерлерді сомдап, соларға өзі образдар ойлап тапқан. Ол үшін түрлі бояуды, балшықты, гипсті пайдаланды. Көп ұзамай Чейнидің идеясын әріптестері де қолдануға көшті. Осылайша біртіндеп кәсіби грим пайда бола бастады. Көркем және пластикалық грим деген болады. Көркем грим актердің сырт келбетін толығымен өзгертуге, белгілі бір ерекшеліктерін айқын көрсетіп немесе жаңа детальдар қосуға мүмкіндік береді. Бұл гримге жасанды сақал мен мұрт және жасанды шаш кіреді. Гримнің реалистік түрі де болады. Ол бірнеше салаға бөлінеді. Мәселен, портретті грим. Тарихи кейіпкерлердің рөлі үшін пайдаланылады. Ұлттық деп аталатын грим бұл, мысалы, еуропалық актерге азиялық немесе афроамерикалық тұлғаны ойнау керек кезде қолданылады. Сондай-ақ жас ерекшелігіне арналған, яғни жас актердің қарт адамды ойнайтын кезінде жасалатын грим түрі де бар, және кейіпкердің ерекшеліктерін көрсететін, мысалы, қоңқиған мұрын, қорқынышты сүйелдерін, тырнақтары мен денесіндегі суреттерін айқын көрсететін грим болады. Ең қиыны бұл пластикалық грим. Оның көмегімен актер мүлде басқа адамға айналады. Бұл үшін шеберлер күрделі, бірақ өте қызықты технология бойынша әртүрлі бетперделер, қаптама және жапсырмалар жасайды. Алдымен актердің өз бетінің немесе денесінің бір бөлігінің көшірмесі дайындалады. Содан кейін сол эскиздер бойынша қажетті бөлшектер жасалады. Пластикалық грим үшін силикон, көбікті латекс және протездік желатин қолданылады. Грим процесінің қалай жүретінін білейік. Алдымен актер шашын жақсылап жинауы тиіс. Теріге қорғайтын иіс май жағылады. Содан кейін желімнің көмегімен гримнің қажетті бөлшектері жасалады. Осылайша жаңа кино кейіпкер дүниеге келеді. Гример мен актер гриммен жұмыс жасағанда өте төзімді болу керек. Өйткені кейде бұл процесс 4 сағаттан 7 сағатқа дейін созылады. Оның үстіне мұндай грим ұзаққа шыдамайды. 3-4 сағаттан кейін ол ажырап, тіпті үгітіліп түсіп қалады. Актерлердің айтуынша мұндай гриммен жұмыс істеу өте ыңғайсыз. Үнемі ауа жетпей, қатты шөлдеп кетеді екен. Ол аз десеңіз, мұндай гримнің салмағы 10 келіге дейін жетуі мүмкін екен. Грим жасау бұл нәтижесі бірегей және еш уақытта қайталанбайтын қызықты шығармашылық процесс. Бұл анатомия, кескіндеме және мүсінді тоғыстыра білген өнер түрі. Және ол әлі де дами бермек. Осымен біздің кино әлеміне жасаған тағы бір саяхатымыз аяқталды.